Шарғалаң 12 бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Қалаған қыздарын таңдап алады. 2 сағат олардың көңілдерін көтересіңдер. Олар 2 есе төлейді. Беделді адамдар ақымақтық жасап жүрмеңдер деп ескертті. Бәріміз сол жерге бардық. Қонақ үйге бірінші рет кіруім. Ресепшндегі өзіміз сияқты қыздар бізді жақтырмай қарады. Өзім үшін қатты ұялдым. Сөйтіп бізді спа-бассейн жаққа ертіп апарды. Ол жерде 3 ересек адам және бір сары келген, бойы ұзын, жасы шамамен 34-те ер адам болды. Солай ішіндегі ең ірі, үлкендеу келген ер адам 5 қызды таңдап алды. Ішінде мен де бар едім. Солай столға отырдық. Олар ішімдік ішіп, шылым ба шөп пе бірдеңе шегіп отырды. Тек жаңағы сарылау келген ер адам телефон қолынан түспей отырды. Олардың бұйрықтарын орындап, шауып жүрді. Солай бәрі бір-бір қыздан алып бөлмеге кетті. Мен ішімнен мені жаңағы жастау таңдаса екен деп тілеп отырдым. Тілегенімдей үлкендері: «Сәкен Болатович, қайсысын аласың?» деді. Маған қарап жүріңіз деді. Бөлмесіне бардық. Ол массаж ештеме сұрамады. Диванға жайғасып, бір құжаттарды қарай бастады. Мен төсекте отырып, оның сөзін күтіп отырдым. «Есімің кім?» деп орысша сұрады. Неге екенін білмеймін. «Диана» деп сенімсіз жауап бердім кідіріп. Ол күліп: «Шын есіміңді айтшы» деді. «Сара» дедім. «Қай жақтансың?» деді. Жауап бермедім. Ол маған қарап: «Маған массаж керек емес. Мен саған осы түніңе 3 есе төлеймін. Менімен бір түн» деді. Бізге олай болмайтынын айтып бастағанымда: «Светамен өзім сөйлесем» деді. Света деген админ есімі. Солай Света маған таңға дейін қалуыма рұқсат берді. Бірақ түнде мені не күтіп тұр деп қатты қорықтым. Қыздардың бәрі 2 сағаттан кейін жұмыстарын бітіріп кетіп қалған. Кенет Сәкен: «Жүр душқа түсейік, или спаға барайық» деді. Мен душқа түсетінімді айттым. Бірге душқа түстік. Мен ойладым, менен жиіркеніп, тек қажетін ала ма деп. Жоқ, ол мені жуындырып, шашымды сүртіп, мені көтеріп, душтан шығарды. Денесі әдемі, келбетті еді. Ішімнен: енді бәрі бітіп, осы клиентке ғашық боп қалмайын, осы бір түн деумен болдым. Жалғасы бар.